бізбен бірге белгілі әнші, композитор, ән өңдеуші ағамыз Өктем Алтаевтың үйінде қонақтамыз. Ендеше бірге кірейік, бірге аралайық, бірге қонақ болайық. Жүріңіздер. Алейкум ассалам, абайдан келе ғой. Төрлік. Қош келіпсіз біздің үйге. Алматының осында шетелде бүтіп кішкентай бұл жерге қашаннан бастап ие болдыңыз? Енді бұл кішкентай болғанмен өте қасиетті үй, өте кең үй біз үшін. Неге десеңіз, бұл осы Қарашаңырақта көптеген өнер адамдары осында болды. Қонақ болды. Қазақ өнеріне аға болған азаматтардың аяғының ізі қалған бұл үй Өктем ағамызға өте қолайлы. Көпшіліктің көбейді сауал болады. Енді осындай үлкен қаладан Өктем ағамыз осындай кең жер үйге қалай қол жеткізіп жүрді? Мен ор болғанда ай жарық болды дегендей, біз осы Алматыға көшіп қоныс аударамыз деген кезде Алматының үйлерінің бағасы күрт бірдестен жаңағы көтеріліп кетті. Миллионға көтеріліп кетті. Сол кезде қолымыздағы бар ақшаға шама шарқымыз келгенше осы үйде алып қалған. Өзім ауылдан көшіп келген қазақпын. Ауылға қайтадан кеттім жоқ. Иә, ағамыз қашанда жаңашылдыққа құмар. Мәтін таңдап, ән әрлегенде де заманауи жаңалықтарды енгізгенді жақсы көреді. Үй таңдаудағы да ұстанымы сондай. Біздің төр бөлме қонақ үйіміз. Төр бөлме қалайша айтады, төр бөлме. Барлық қонақтарды. Жаңағы мен айтқан Лұқпан Есенов ағамыздың өзі дәл осы жерде мына жерде отырған. Бірақ ол кезде мынандай ремонт жоқ, мынандай мебель жоқ болады дейді. Қарапайым ғана кішкентай ғана үй. Осындай кішкентай үйлерде мен ойлаймын, ұлы дүниелер туады деп ойлаймын. Ұлы дүниелерді дүниеге әкеліп алайық, одан кейін жаңағыдай үлкен роскошный үйде тұрамыз ғой, Құдай қаласа. Ал енді міне біз үйдегі жеңгем, бүкіл Қазақстанға мақтанып айтайын. Мына мен кенже қызым, Аружан. Жаңағы спортпен заниматься еткен, қазір теория және композиция бөлімінде Ахмет Жұбанов мектебінде, музыка мектебінде оқиды. Ахмет Жұбанов мектебінде оқу мен үшін үлкен бір арман болған. Бала кезінде де Ахмет Жұбановтың мектебінде оқиды деген естіген кезде анамызға мен де сол жаққа оқиын деп. Әйтеуір малға қарайтын адам жоқ ауылда. Мен келсем ауылдың бір шеті ойылып түсіп қалатындай, жаңағы малдардың бәрі қырылып қалатындай, мен келе алмадым. Сөйтіп енді өзімнің жетпеген арманым, қыздарым балдарым сонда оқып отыр. Келіншегіңіз сіздің жағдайыңызды жасап отыр ма, деп басқа маман? Келіншегімнің басты жұмысы менің жағдайын жасау және отбасының жағдайын жасау. Осы кісі осы үйдің берекесі ғой. Балалары да әке жолын қуған, барлығы да өнердің қыр-сырын игеріп, Астана мен Алматыда білім іздеп жүр. Шығармашылық ал өзіңіз үйде отбасында қаншалықты қатал танытасыз балаларыңызға? Мен балаларға қатал емеспін. Балаларға өте жұмсақпын. Менің қыздарым, балаларым самый лучший папа деп айтады ғой мен. Кәсіби тұрғыдан дұрыстап үйренсін де, мен балаларымның жаңағы музыка жағына келген кезде ешқайсының тәрбиесіне араласып жатқан жоқпын. Ал кіші қызы Аружан спорттық гимнастикадан ірі жетістіктерге жетуге қабілетті. Бірақ Алтаев ағамыз қызының қасиетті өнермен айналысуын қалапты. Ән жазатын қабілеті бар. Неге осыны дамытпасқа деп мен ол спорттан алып, қызымды Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінде тапсырып, Шымкент облысының әкімі Мырзахмет тағайындаған мынау медаль. Бұл облысқа сіңірген еңбек үшін деген медаль менің қазіргі ең бірінші және осы бір-ақ медаль болып тұр қазірге жинаған. Мұнан соң әнші ағамыз сахналық костюмдерінде көрсетті. Германияда, мына костюм мақтанып айтайын, қолдан тігілетін костюм, арнайы бұл ешқандай тиражда жоқ. Томас Андерс деген бар ғой, модерн токингтегі әнші. Сол әншіде осындай костюм бар, және менде бар. Қалғандар білмеймін, 5-6 адам бар екен өзінде. Және біреуі Өктем Алтаевта бар. Қазақтың модерн токингі деп мақтанып қойын. Аяз бидің шапанына қарап тәубесіне келетіні секілді, Өктем Алтаевта қайда барса да осы күйсандығын қалдырған емес. Биыл 20-шы жыл сазгерге сенімді серік болып келеді. Көңілдендеріңіз көп болсын деп тілейміз. Өзіңіз айтқандай аталықта. Отбасыңызға да береке бірлік тілейміз. Осылай естеліктеріңізбен бөлісіп, үйіңізді көрсетіп, баспанаңызды халыққа танымал етіп жатқаныңызға сізге үлкен рахмет айтамыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет.